Сәлем достар, қалайсыздар? Мені барлықтарыңыз іздеп жатыр екенсіздер, уайымдап жатсыздар, біліп тұрмын, көріп тұрмын. Шын айтайын, ол ситуация мен жылап қалдым да, жылаған кезде бір екі подругам бар екен, сол екеуіне звондайын дедім, қолдау күтіп, бір жылы сөз күтіп, әрі қарай тұрып кете беретіндей. Бірақ екеуі телефонды алмағаннан кейін шығып кеттім сторисқа. Менің аудиториям кішкентай ғой, кішкентай адамға бөлсем, солар көреді болды деп. Бірақ екі адамнан күткен қолдауым 20-20 мың адаммен қайтады деп ойлаған жоқпын, шын айтамын. Менде бұндай аудитория бар деп те ойлаған жоқпын, мүлдем. Қанша доставка келіп жатыр, мен менеджер арқылы, қыздар арқылы, таныс қыздар арқылы біліп алып адресімді. Сыйлықтар жіберіп жатыр, шайлар, тәттілер, сондайды жіберіп жатыр, көп гүлдер жіберіп жатыр. Мен бұндай қолдау күткен жоқпын. Шын айтайын, бұны ондай оймен де салған жоқпын. Бір андай айтады ғой, бұл жыл мені өзі негізі осындай ситуациялармен қатты сынады. Мен Алладан өзіме деген жақсы отношение сұраған сайын мені осындай конфликттерге түсіре берді. Достар, енді мен барлығын от-үйді айтып кетейін. Қанша адам көріп отқаннан, қанша резонанс туып отқаннан, мен бұл жерде жауапкершіліктен қашып тым болмағандай жауап кеттім де келіп тұрған жоқ. Маған реалити шоу хабарласады, яғни реклама форматында түсіп беріңізші деп. Мен өзім блогер, бір жағынан актриса ретінде мақұл деп келсем, өйткені жеңіл форматта өтеді. Мен өзім ондай қатты негативный нәрселерге түскенді жақсы көрмеймін. Соянан айтам, мен аудиториям осындай нәрсені қабыл алады деп. Я дейді, біз реалитиді осы холодильникті қараймыз, уходты қараймыз дейді. Бәріне келсем, хорошо деймін. И мен былай айтам, ол еще келісіледі. Холодильникті дәл солайынан қалдырайын, чтоб сіздер көрсете алатындай осындай нәрсені питаться етуге болмайды. Міне мүмкін осындай тамақтардан Айшолпанның бетінде осындай проблемалар бар дегендей. Андай ПП тамақтарды жинап қойып, ондай түр жасағым келген жоқ. Шынымен де немен тамақтанам, соны көрсеткім келді. Екіншісі, уходымнан да дәл солай. Мен ескерттім, жартысы бартырға, сыйлыққа келген заттар. Мен жартысын бір сыйлап жүрсем, қалғанын оба болмасын деп әйтеуір қолданып тастаймын, бетімді қышытып ашытпаса болды деп. Солайынан келісіледі барлығы. Мен ойлаймын, бір еркек адам жаңа түсіретін режиссер ма сол келеді, қасында оператор болады шығар мүмкін деп. Және екі адам жаңағы тексеретін әйел адамдар келеді деп. Бірақ ол жерде 4 адам болады, біреу продюсер және 2 адам бөлек, тағы общий сонда 6 адам кіріп келеді. Спальныйға мен үйді түнімен жинап, күнімен жинап дайындалғаннан кейін таңғы сағат 11-де келеміз деген азанда. Бірақ 1:30-да келеді, кешіп келеді. Солайынан спальныйға бәрін сала беремін да, енді кірік көп ілініп кетті да, енді кішік киімдерім болған соң көрінбей ақ қойсын деп спальныйға салып қойған болатын. Бірақ әңгіменің арасында ол спальныйға неге кіре алмайтынбыз, мен басқа бөлмеде боянамын, жабық тұрған спальный ма деп маған почему-то бір кішкентай бір әлде ол күлкі санады ма, ол кісілер сондай әңгімелер айтады, маған ол жаққан жоқ. Екіншіден, бір итке тамақ тастағандай менің бір құқым жоқ, өзім мнением жоқ адамдар құсап менің алдыма бургерді әкеп берді. Яғни менің рұқсатымсыз менің үйіме, адресіме тамақ заказ беріліп, менен сұралмай, ол сценарий менімен сөйлесілмей бургерді әкеліп, мені как будто сіздерден тығылып, еще біз келіп атқанда тамаққа тоймай жатыр деген көрсеткісі. Солайынан бургер заказ беріледі. Менің квартирамда айтқан, заказ беріп қойған, ол нәрсе маған айтылмайды. Мен мақұл енді тәуекел, енді бір бургер үшін 40 шығарып кетпейін дейін да, бірақ бір түрлі болам, неге ескертілмеді екен? Итак, мен холодильнигімді көрсетіп тұрмын, қандай состояние деген ештеңемді жасырып тұрған жоқпын. Неге одан самайын мені ондай тамаққа тоймайтын толық адамдарды сондай бургер жеп, даже осындай реалити шоу келе жатқанда бір шыдамай бургер заказ берген адамдай көрсеткілер келген түсінбедім. Мен итак жасырып тұрған жоқпын, осындай кола ішетінді, бір нәрсемен питаться ететіндерімді. Хорошо деймін да, конфликт шығармай қойын, көне салайын, ештеңе етпес деймін да. Барып келе салам, алып келем өзім. Келгеннен кейін шығарам сырт ішінен, сөйтіп 1-2 фриін жеп көрсете салам. Неге? Сол кезде ана қыздар маған қазір шыдаңызшы Айшолпан деп, бір мен шыдамай айтқандар өздері заказ берген бургерді. Қазір мен бір сұрақ қоямын, сосын бір фарриден жеп тұрасыз, я деп сөйтіп. И каждый раз продюсердің өйтіп айт, дөрекі айт, қатты айт, болмайды деп айт деп сөйтіп айтып тұрғандары, мен ана жерде 6 адамның маған бір жабылғанындай сезіндім. Сол жерден бәрі басталады ғой. Мен ішімде бір түрлі бір сезім пайда болады. Енді менше мүмкін сондай сіздерге образды көрсеткен шығармын. Мен TikTokта, Instagramда өз-өзіме қалжыңдайтын шығармын. Өзімнің басыма өткен ситуацияларды солайынан айтып беретін шығармын. Бірақ ол біреудің маған ондай отношение жасауға болады деген сөз емес. Мен сіздің әзіліңізге күліп отқаным, маған ондай әзілді лақтыруға болады деген сөз емес. Мен егер сіздерден ондай отношение болмайды маған деп айтсам, мені не болып қалды сонша, көтере алмай қалдың ба деп маған күлетін нәрсе емес негізі. Солайынан болды, сол зат келді, сол жерден менің ішімде бір түрлі бір сезім пайда болды. Мен өзімді жалдақ қойған сайық мазақтай сезіндім, шын айтайын. Я, мен киноға түскен шығар, маған сондай прикол айтатын, бірақ ол жерде барлығы келісіледі. Актер менен бір рет кешірім сұрап, содан кейін сол нәрсені айтады, осылай сценарий жазылыпты деп. Мен оған қол қоям, мен айтам, келсем деп. Содан кейін кино түсіріледі. Бірақ мына жерде мен неге олай жасадыңыздар деп бір ауыз сөйлеген кезімде бетіме қарауға лайықты болмай, просто біз солай шештік, сізге үлгіріп айтып үлгермедік деді. Менше енді басында көңілді болуға тырыстым.
менің состояниемізді до ол видеода и после соңына қарай көрсеңіздер бәрі көрініп тұр. Бәрін жеңіл болсын, ақшасын алып отырмын ғой, просмотры болсын, барымды салайын, бүкіл приколымды тықайын, айтайын, қалай бар солай көрсетейін. Мен халықтан еш нәрсені жасырған емеспін. Мен всегда айтамын, мен тоқтығымның кінәсі ғой, мен тамағым, мен шыдай алмаймын. Ол жерде де айтып жатырмын. Мен вредный привычкам осы, темекі шекпеймін, ішпеймін, бірне қылмаймын, бірақ осыны ішіп қоятын бар деп. Бүкіл видео мен ақталумен болдым. Мен хотя ескерткем, еш нәрсені істемеймін, көре берсін, маған айтыңыздар, бірақ оны да айтудың жолы бар ғой, күліп мысқылдап, біз скрытый агрессиямен емес, Айшолпан осыны болмайды, осыны алып тастайық деп. Ал сіз осындай жейді екенсіз ғой, срогын тексер деп продюсер каждый раз. Көр, айт, жоқ деп айт, дөрекі қылып айт, нақты айт, сіз ондай алып тастасақ болады деп айтпа деп. Мен тұрмын ғой, мен как будто мен жоқ сияқты отношение болды да. Мен шынымен де тамақтарды обалсынамын достар, тастауға ше. Ақтарды төгуге қорқам, ақталып жатыр, менікі емес, қыздар алып келеді, анау мынау деп. Мен жеймін, тәтті жейтінімді көрсеттім, осы затты өзім алдым, осыны өзім ішемін деп. Бірақ мен біліп тұрсыздар ғой, енді бетім проблемный екенін, сіздерге дейін осындай қолымнан келсе сіздер айтпай осы күнге дейін арып кетпеймін ба, оны да айтып тұрмын да. Маған айтады бір уақытта, мен бәрін білемін, маған өйтіп қайта-қайта айта бермеңіздер деп айттым ғой, инсулинный резидентсің бар екен, сахар бар шығар сізде деп. Бірақ олар айтады да, сіз бәрін білсеңіз ертең какая гарантия, мен сізге 500 мың теңге не берем, сіз арықтап кететінсіз. Мен айтамын, енді мен өз-өзім алдымда сөзімде тұрмайтын шығармын, бірақ сіздердің алдарыңызда уәдемде тұрамын, қанша халықтың алдында тұрмын. Сол үшін де сіздерге келістім, может, будущем осы жағынан арықтап кетем, будущем осы жағынан бетімді тазалап алам деген сияқты. Сөйтіп айтып жатырмын. Бірақ білмеймін енді ше, мен сездім сол нәрсені. Кәдімгідей сездім. Маған қиын болды ана жерде ол адамдармен, как будто 6 адам маған бір адамға жабылып жатқандай, бірақ ол нәрсенің бәрін беті тек күлкімен жеткізуге тырысқанын сездім. Солайынан сол жерде мен өзім біртүрлі сезіндім. Мен түсінем, ол реалити шоу екен, бәрін айтуға болатын, бірақ экологичный жеткізуге болады. Айшолпан мынаны болмайды деп ше. Бірақ біз сізге осындай косметиканы берсек, сіз қандай гарантия ертең алып шығатыныңызға, ертең халық сосын тамақтан емес, сіз жеп отқан біз берген косметикадан көреді ғой дегенде, достар, мен неге ақтала берем? Мен сіздерге халықтың алдында өтірік айтпайын деп тұрмын ғой. Неге келіп маған сендіңіздер? Ондай болса, өйтіп сенбейтін болсаңыздар, көріп тұрсыздар, толық адам келіп, толық адам ауадан толық болмайды, тамақ жегеннен толығады. Я гормоннан шығар, бірақ мен ескерттім, мен тәтті көп жеймін, газировка көп ішемін деп. Сол жерде сондай айтты, спор кетті, сіз бізге Бентли подарит етіңіз деп. Мен айттым, сіздер спор предлагать етіп тұрсаңыздар, давайте сіздер маған подарит етіңіздер. Менде ондай ақша жоқ дегенде ішімден ойлап тұрдым да. Сосын и соңында айтты, сіздің бетіңіздегі прыщ акне бізге керек па, әлде сізге керек па деп. Осы жерден де қатты настроение түсіп қалды. Одан кейін уходқа бардық. Уходты да қатты сөйледі. Мен вообще көріп тұрған жоқ мына жерде сіз қалай қолданып жүрсіз, не үшін қолданып жүрсіз деп. Мен айтып жатырмын, мен увлажнение, сізге не үшін увлажнение керек деп. Уходқа барған кезде мен ваннымда тұрдым, каждый раз соның арасында да ашылмаған спальниді сөйлесейік деп осындай приколдар болды. Мен видео түсіріп тұрғандай оны айта алмай тұрдым. Уходқа барған кезде де бетіңізді жуасыз ба, тошны бет жуып ұйықтайсыз ба, бет жуып тошны ұйықтайсыз ба, тісіңізді жуасыз ба ұйықтар алдында деген нәрселер маған ұнаған жоқ, шынымды айтамын. Мен кішкентай қыз емеспін, үлкен адам, ересек адам, ақтала бергім келген жоқ та, сезім, чувство сондай жаман болды да. И сосын мен сөздің арасында да айтып қалдым, мен сіздерге көмек сұрауға келіп тұрмын, неге каждый раз менің косягымды бетіме баса бересіздер, неге маған қолдауға емес сөгіп менің өмір салтымды жұртқа мазақ ретінде көрсетуге келген деп тұрсыздар деген айтып тастағым келді, бірақ айта алмай тұрдым, өзімді шыдап тұрдым. Бірақ бәрі бітті, когда олар маған уже қолтығымды обсуждать етті. Менің қандай продукция қолданатынымды, мынандай нәрсені қолдауға болмайды, сіз потыңыз выделение, қолтыққа не жағасыз дегенде мен ана жердегі 4 еркектен ұялып тұрдым. Мен сондай терлейтінімді айтуға. Шын айтайын, сол жерде мен айттым, уход туралы әңгіме айтуға келдік па, әлде менің қолтығымды обсуждать етуге келдік па деп. Сол жерде біз жаңағы қыз екеуміздің арамызда біртүрлі бір ситуация пайда болады. Соңында қайтатын кезде мен айттым, достар, бағанағы бургерді удалить етіп тастайықшы, маған ұнамады, неге өйтесіздер, неге сценарий алдын ала келісілмейді. Сол кезде маған продюсер тұрды да, маған қарамайды, біз просто солай шешіп қойдық, сізге айтып үлгермедік деді. Сосын жаңа главный қыз тұрды, сосын айтты, видеоны ұнамаса реттеп кесеміз деді. Сіз айтын, маған уже ұнап тұрған жоқ, сол жерін алып тастайсыздар ма өтініш деп едім. Қатты қарады маған, бір взглядпен, бір 20 секунд тоқтап қарады. Мен өзімді бір түрлі сезіндім. Содан кейін курткасын жүгіріп барып әкеп бердім да, маған куртка берген кірген кезде. Қасында сумка болды. Курткасын әкеп беріп, киіп алды да, сумкаңыз бар екен, қазір әкеп беремін деп сумкаңызын әкеп тұрмын. Сумканы қолымнан алмай, маған бедірейіп қарап тұрып, какой-то бір тупой қызға қарағандай ше. Мен ол сол кісінің сумкасы екен деп тұрдым. Содан кейін операторлардікі екенін білдім. И сол взглядтан мен қатты жылап қалдым, достарым. Маған бір сол взглядпен бәрін түсіндіріп кеткендей болды. Өзімді жаман біртүрлі сезіндім. Ақша бердім екен деп адамның көңіліне осылай өтуге бола ма? Неге ондай нәрселерді обсуждать ететін?
Содан кейін мен айтамын, өз-өзімді басып алайын, қазір конфликтке келіп қаламыз, тәуекел деп. Машинамен өзім бара берейін, сіздер шыға беріңіздер, маған адрес жіберіңіздер деймін, диагностика жасауға. Сосын айтады, жоқ, біз сізбен барамыз дейді, видео түсірейік машинада дейді. Неге ол ескертілмейді машинада видео жасайтын деймін. Жоқ, біз бір нәрсе әңгіме айтып отқандар, мен түсірмеймін, ондай нәрсе түсіргім келіп тұрған жоқ деймін. Сосын жіберемін сол кісілерді. Қалғаннан кейін жасымды түсіртіп алайын, барам деймін. Бірақ жасым тоқтамайды. Қатты жас шыға береді. Подругаларыма звондаймын, олар телефонды алмайды, солайына сіздерге бөлісейін деймін. Бірақ бөліспей тұрып, сіздерге салмай тұрып, мен ол кісіге жазам. Маған сіздердің отношенияларыңыз ұнаған жоқ, маған сіздердің скрытый агрессия шықты. Сіздер менің личный границамнан өттіңіздер, енді реалити шоу екен деп осылай жасауға бола ма деп өттім да айттым. Видео шықпасын, сіздер маған ешқандай оплата жасаған жоқсыздар. Алдын ала предоплата берген жоқсыздар. Маған осы еңбегім үшін ақшаны беріңіздер де, видеоны шығармаңыздар. Ешқандай видео салынбасын, мен рұқсатымды берген жоқпын деп айтам. Солайынан мен сторисқа шықпай тұрып ол кісіге жазамын. Мен өзім жаман сезініп тұрмын сіздерден кейін. Маған сіздердің жұмыстарыңыз ұнаған жоқ. Сіздер менің личный границамнан өттіңіздер, сөгіп келдіңіздер деймін. Содан кейін ол кісі айтады, түсіндім. Вроде мен жақтан ондай нәрсе болған жоқ. Неге сіз ренжіп жатсыз сондай деп. Мен ужасно себя чувствую после вас. Мен оплатамды төлеп жібересіз ба деп сөйтіп айтам. Содан кейін ол кісі маған айтады, мына адреске келіңіз дейді. Сосын мен айтамын, мен ойлаймын, мені естімей тұрген адам, мен онда сторисқа өзім бөлісе салайын. Бірінші өзім подругаларыма жазамын, олар неғылмағаннан кейін сторисқа просто айтып обидамды салып қоямын. Бір уақытта ол кісі маған жазады сразу, неге ондай болды, осындай, мен өзім жаман чувствую, неге олай неғыватсыз деп сөйтіп жазады да, 2 сағат өтеді, 2 сағат сторисын бәрін көріп отырма білмеймін, 2 сағат бойы сторис тұрады, бірақ ешқандай кешірім, ешқандай не болған ситуацияны ашу, неге мен өтіп ренжіп жатқаны туралы бір ауыз адам менен сұрамайды, ешкім сұрамайды, ешкім даже білгісі келмейді, не үшін ондай конфликт болып жатқанын. Сосын 400 мың теңге ақшасын айта берді, жаңағы операторға төлейтін, бір нәрсеге төлейтін. Осы 400 мың төлеуім керек, мен минусқа кеттім, видео шықпайын деп тұр. Осындай, ары қарай түсіре алмайтын болдық. Сіз неге сторис салып тастағансыз, неге сіз сториста осындай әңгімелер айтасыз деп. Сосын мен айттым, мен сіздерді атаған жоқпын, мен өзімнің эмоциямен ғана бөлістім, мен ақшамды салып жібересіз ба, өтініш деп сөйтіп айттым. Ешқандай да ақша салынған жоқ, все время менің обидам, мен сізге ренжідім, мен 400 мың теңге құрттым, мен бизнесменмін. Сосын маған айтты, бір условие айтам, сіздің осы ақыңызды мен тек басқа продукцияма реклама арқылы ғана төлей алам деді. Сосын мен айттым, жоқ, маған керек емес ешқандай деп едім. Бір уақытта трецке қатты кетіп қалды барлығы. Сосын қайтадан хабарласып ол кісі айттым. Не деді? Маған айтты, мудмартты белгілеңіз де, айтыңыз деді. Қазір сізде проблема басқа біреулермен болып жатыр, бірақ маған мудмарт көмектесуге келді, бізді отметь етіңіз, солай етіңіз деді мудмарт. Бір уақытта мен оған келіскен жоқ, мен сізді как будто хайповать етіп алып келгендей болып тұрмын, өтесе алмаймын деп едім. Онда бізді отметь етіп, мудмарт емес деп айтты деді. Содан кейін маған, мен қазір ойланайын дедім да, осындай сторис салсам, мен как будто кейбір халық ойлап қалады дедім. Как будто хайповать етіп, осындайғы осы кісілерді ақыры сөйтіп айтайын деп тұрғандай. Бірақ ситуация ондай болған жоқ. Мен кісіге ол кісіге айттым, неге сіз каждый раз өзіңіз айта бересіз? Неге ондай ситуация тудырған туралы айтпайсыз? Мен өзім соншалықты еңіреп жылап қалатындай болса, демек маған сондай отношение жасалғаны ғой. Неге соны сөйлеспейсіз? 2 сағат трецке шығам дегенге дейін, неге менің бір халімді біліп, неге олай жылаватсың? Қай жерден қателік кеттік? Айшолпан, давайте стористі өшірейік, шешейік проблеманы десе, мен де адаммын ғой, мен де барам ғой, неге өшіріп тастайтын едім сол жерде, сіздерге ақтап алып шығатын едім ол кісілерді сол жерде. Бірақ оның орнына каждый раз ол кісінің обидасын естіп оттым да. Менің взглядым сондай, осындайым сондай, өйтіп қарадым, біз өзіміз оператормен, продюсермен келісіп алғанбыз, строгий боламыз, қатты сөйлейміз деп, и соны сізге айтпаппыз, біз сөйтіп ойламаппыз деп сондай әңгімелерді естимін да. И соңында мен жазам, кешіріңіз, мен сыйламаған жерде адамдармен жұмыс істегім келеді, мен сіздерді ешқандай да отметь етіп салмаймын, видео солайынан тұрады, мен бірақ сіздерді атамаймын деп. Айтпақшы, мен соңында отказ бермей тұрып, ол кісілер маған видео телефонмен звондайды, маған айтады, осындай ушығып жатыр, осындай болып жатыр деп. Сосын барып мен айтам, жаңағыдай да отметка жасамаймын, мудмарт емес деп те айтпаймын, өйткені сол ситуация болды, мен бөлістім, өзімнің аудиториям, өзімнің парақшам, осылайынан айттым, сіздерді отметь етпедім деймін. Бір уақытта маған айтады, ондай болса, менің де обидам бар, сіз жаңағы сізден агрессияны сездім, анау-мынау деп айтады. Солайынан ол өзін айта береді, 400 мың теңгем кетті, мен күйіп кеттім, осындай болды проблема деп. Сосын мен ол кісілерге айтам, ол кісілер айтады, ертең халық айтады, қояды солайынан. Онда мен өз жағымды айтам, сторисқа шығам, видеоны мен монтаждап салам дейді. Мен сол видеоны монтаждалғанынан салынып кете ма деп ойлаймын. Өйткені менде полный видеоға қалай болған туралы доступ жоқ, и ол доступ болмай, олар қалай салса да ол видеоны өздеріне пайдаланып алады деп. Мен видео салынбасын, маған ақша төлеген жоқсыздар, договор жоқ, сондықтан мен өз лицомды олай қолдануға рұқсат бермеймін деп айтам. Болды.
Сосын ол кісілерді мен удалить етпеймін, видео өйткені өз парақшам, өзім салындым, ол кісілерді отмет еткен жоқпын. Бірақ қанша халық көріп жатқаннан кейін қазір мен ол кісілер емес болмаса удалить етіп тастасам, ол кісілерді бір халықты шулатып қойғандай бір хайп іздегендей болып қалам дедім да. И бір уақытта удалить еткен жоқпын, отыра бердім видеоны. Ол кісілерді отмет еткен жоқпын, бірақ бір кезде трецте байқаймын, нас оклеветали, біз емес деп айтады. Сосын мен айтамын, сіздер неге біз емес деп айтасыздар? Неге мені осындай состояние қалдырып кетіп, хотя бы не болып қалды деп разбираться етпедіңіздер? Неге менен трецке шықпай тұрып, менің аудиториям ондай екен, бар екен білмей тұрып, 2 сағат ауада тұрды сторис. Сол кезде кешірім сұрап, осы нәрсені разгладить етпедіңіздер дегенде сөйтіп жазып жіберемін мен ол кісілерге. Содан кейін барып менің подругам осы мудымарт екенін отмет етеді. Содан кейін олар менің есігім алдыма келіп кездесейік деп айтады. Мен шықпаймын. Менің подругам продюсер, менің продюсерім, сол кісі шығып әрі қарай дальше сөйлеседі.